міне осы мәселе бойынша қоғам белсенділерінің көтерген бір мәселелері болған болатын. Ол бір 6 жыл алдында пандемиядан кейін. Себебі тура сол пандемиядан кейін осы мәселе басталды, есірткі мәселесі. Сол кезде мен бұл сұраққа өте үңіле қараған жоқ едім. Содан маған бір топ ата-ана келді. Бұл ата-аналардың саны 3000-нан артатын ата-ана келді. Өздерінің ынталы топтың ата-аналары келіп, балаларының түрмеде отырғандықтарын, 16 жастан бастап балаларға үлкен мерзімдер берілетінін, және бұл жерде тек қана мына закладчиктар ұсталынады. Ал енді ол закладчиктар барып өздері бір жерден өздері жасап алмайды ғой. Бұл қайдан келеді, кімге кетеді деген сияқты. Мына аса ауыр қылмыс деген статьяны 297-нің 3-ші тармағын ауыр қылмысқа переквалификация жасадық. Соның нәтижесінде қазір көп отбасылар күнде қуанышты хабар естиміз. Менің өзімде жұмыс жасап жатыр қазір. Заңгер жігіт өзінің 3 қызы, әйелі 3 жыл күресіп жүріп, міне қазір бостандыққа шықты. Шыққандардың бәрі офисқа келеді бізге екенбіз. Әсет Азаматұлы, жалпы департаменттің жұмысы туралы айтып өтсеңіз. Енді қазір өздеріңіз де білетіндей, қазір арнайы мекемеден босап шыққан сотталғандарды немесе қандай да бір тәртіпке тартылған адамдар келгеннен кейін біз оларды қоғамға қайта бейімдеу жұмыстарымен айналысамыз. Оларға қандай да бір көмек көрсету, әлеуметтік, психологиялық көмек көрсету, одан бөлек құжаттарын дұрыс болмаған жағдайда құжаттарын орнына қайтадан қалпына келтіріп беру, жұмыспен қамтамасыз ету, оларды жұмысқа орналастыру. Енді нашақорлық қазір жастардың түсінігі бойынша, енді көбісі білместікпен барады ғой. Ақшаның жоқтығынан бар, ақшаның табудың жолы оңай ғой деп соған көп жаңағы телеграм арқылы тапқысы келеді, үйде жатып закладкамен айналысады дегендей. Вот енді ол ар жағын білмейді олар. Қайырлы күн, құрметті көрермен, сіздер жауап подкастын тамашалап отырсыздар. Бүгін біз әдеттегідей нашақорлықтың алдын алу, жастар арасындағы салауатты өмір салтын қалыптастыру және әр адамның жеке жауапкершілігі туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Өкінішке орай, есірткі мәселесі тек қана құқық қорғау органдарының ғана емес, жалпы қоғамның ортақ мәселесі болуға айналды. Сондықтан да бүгінгі подкастта біз бұл сұрақты екі тараптан талқылайтын боламыз. Бүгін бізде қонақта блогер, қоғам белсендісі Гүлзат Каналханқызы, әлеуметтік желіде Гүлеке есімді ханым, және Астана қаласы бойынша қылмыстық атқару жүйесі департаментінің Есіл ауданы бойынша пробация қызметінің бастығы Әсет Азаматұлы. Біздің подкастқа қош келдіңіздер. Қош көрдік. Сәл түзетіп өтейін, мен Жасыл желкен қоғамдық бірлестігі. Бірлестіктің биыл 4-ші жыл жұмыс жасап жатырмыз біз. Жаңағы сіз айтқан тақырыптар біз үшін өте өзекті, ең негізгі тақырып деп айтуымызға болады. Біріншіден, екіншіден, біздің бірінші алғашқы жеңісіміздің осы тақырыпқа байланысты болған. Себебі қоғамда жаңағы сіз айтқандай қоғам белсенділері бар. Біз өзі аз халықпыз. Жеріміз кең байтақ болғанмен де ұлтымыз өте аз, халық саны өте аз. Сондық себептен мына жастардың түрмеге тоғытылып жатқаны, ол жақтан олардың түзетіліп шығуы ма, жоқ па, міне осы мәселе бойынша қоғам белсенділерінің көтерген бір мәселелері болған болатын. Ол бір 6 жыл алдында пандемиядан кейін. Себебі тура сол пандемиядан кейін осы мәселе басталды, есірткі мәселесі. Сол кезде мен бұл сұраққа өте үңіле қараған жоқ едім. Содан маған бір топ ата-ана келді. Бұл ата-аналардың саны 3000-нан артатын ата-ана келді. Өздерінің ынталы топтың ата-аналары келіп, балаларының түрмеде отырғандықтарын, 16 жастан бастап балаларға үлкен мерзімдер берілетінін, және бұл жерде тек қана мына закладчиктар ұсталынады. Ал енді ол закладчиктар барып өздері бір жерден өздері жасап алмайды ғой. Бұл қайдан келеді, кімге кетеді деген сияқты. Содан бастап біз
дөңгелек үстел өткіздік. Дөңгелек үстелге сол кездегі бас прокурордың аға көмекшісі Руслан Тоқтагулов деген кісі, ол кісіге алғысымыз шексіз, бірінші болып келіп, сіздер дұрыс бағытта келе жатырсыздар деп. Бұл жерде менің айтайын дегенім, енді қылмысты жасаған ол жазаланады. Заңды білмеу ешкімді жауапкершіліктен босатпайды ғой. Алайда бұл жастарға қаншалықты керекті деңгейде профилактикалық жұмыстар жасалынып жатыр. Міне осы біздің қоғамның дерті қазір құқықтық және қаржылай сауатсыздық. Міне осының салдарынан көбінесе жастар болсын, тіпті ол жерде бір фильм түсірілді, оны бас прокуратура біздің тапсырмамызбен түсірілді деді. Сонда бір көргеніміз, «Закладчиктер» деген фильм түсірілгенде, сонда үлкен әйелдерді де көрдік. Олар да не үшін барды ол жерге? Біз енді бұның зерттейтін болса, бұның жауабы өте тереңде. Соны айтайын дегенім, біз үшінші дөңгелек үстелімізде жетістікке жетіп, мына аса ауыр қылмыс деген статьяны 297-нің 3-ші тармағын ауыр қылмысқа переквалификация жасадық. Соның нәтижесінде қазір көп отбасылар күнде қуанышты хабар естиміз. Менің өзімде жұмыс жасап жатыр қазір. Заңгер жігіт өзінің 3 қызы, әйелі 3 жыл күресіп жүріп, міне қазір бостандыққа шықты. Шыққандардың бәрі офисқа келеді бізге. Келіп өздерінің со жақтан түйгендерін айтады. Және өздерінің басқалар да тура сондайға түспесе екен деген өздерінің бір жаңағы ұсыныстарымен шығады. Бір енді қынжылтатыны, бірақ шыққаннан кейінгі адамдардың адаптациясы өте қиын. Отбасында қазір енді мысалға көп адамдардың балаларының 16 жастағы бала енді 2 жылдан артық отырғаннан кейін ана жақтан шыққасын, бұл бала оғанға дейін және одан кейін бұл баланы тану мүмкін емес. Ата-анамен қарым-қатынасы, туыс-туғандармен, достарыменен сондай қиын күйзеліске кіріп кетеді екен. Одан шығу мәселесінде міне сіздер өте қажет боласыздар деп ойлаймын. Сол мәселеде бәріміз бұл жерде әркім әр жерден үй тігіп жүргеннен көрі, үйдің ішінен үй тіккенше, еліміз бір осы сот суым ертең бізге керек. Менің балам тек 9 жаста, қандай қоғамда ол өмір сүреді? Міне осындай мәселеге біз бәріміз жұмыла кірісуіміз керекпіз. Ешкім ешкімге жау болмау керек. Себебі міне мына кісілер қазір шенді өздерінің бір мерзімдерін өткергеннен кейін бұл кісілер де зейнетке шығады, кәдімгі өмірге келеді. Сол кезде мына жақтағы жасаған түсінбеушіліктерді мына кәдімгі қарапайым адамдардың өмір сүріп жүрген мына ортаға келген кезде бұл кісілер көп нәрсені түсінбей қалады. Бұларды да түсінбей қалады. Себебі бір қырынан еш нәрсені қарауға болмайды. Негізінде біз қазақ ұлты сонымызбен ерекшеленеміз. Әр нәрсеге философиялық тұрғыда қарайды қазақтар. Міне осындай мәселе, сондықтан бәріміз бірге осыған атсалысып қарайтын болсақ, бәлкім біздің қоғамымызды біз осы дерттен қалай да болса сақтап алып қала аламыз. Әйтпесе, бір 10-15 жылда әрбір 3-ші адам сотталған, оның болашағына балта шабылды деген сөз. Психикасы бұзылған, психологиясы бұзылған, немесе күйреген отбасы, сондайға тап боламыз да, былай қарасаң, орысша айтқанда руины останутся. Міне осы, сондықтан бүгін өте қуаныштымын сіздермен осы тақырыпта көтеріп жатқанға. Қандай да куиз, мысалға біз іштерінде өткізіп жатамыз дөңгелек үстелдерді, ол енді кішкене басқа сұрақтарменен, ал негізінде біз мына халық қалаулылар деп жатамыз ғой, енді қазір енді құрылтаймен жұмыс жасайтын болармыз, оның алдындағы депутаттарменен біз бірнеше депутаттармен осы заңға өзгертулер енгізуге, мына біздің ішкі істер министрлігіндегі министрдің орынбасары Адилов мырзаға да алғысымыз шексіз. 3-4 сағат бізбен отырып, осы мәселені біз жеткізе алдық. Содан ол кісілер олар қолдау көрсетті. Қолдау көрсетті, сол үшін ол кісілерге үлкен алғысымды айтқым келеді. Абзал Құспан бар, ол кісілерде жаңағы Дементьева, олар кәдімгідей өздері де ата-ана ғой. Сондықтан осындай жағдай, сол үшін менің түсінгенім, біріксек көп нәрсені жасай алады екенбіз. Әсет Азаматұлы, жалпы департаменттің жұмысы туралы айтып өтсеңіз.
Енді қазір өздеріңіз де білетіндей, қазір арнайы мекемеден босап шыққан сотталғандарды немесе қандай да бір тәртіпке тартылған адамдар келгеннен кейін біз оларды қоғамға қайта бейімдеу жұмыстарымен айналысамыз. Оларға қандай да бір көмек көрсету, әлеуметтік, психологиялық көмек көрсету, одан бөлек құжаттарын дұрыс болмаған жағдайда құжаттарын орнына қайтадан қалпына келтіріп беру, жұмыспен қамтамасыз ету, оларды жұмысқа орналастыру. Енді нашақорлық қазір жастардың түсінігі бойынша енді көбісі білместіктен барады ғой. Ақшаның табудың, ақшаның жоқтығынан бар, ақшаның табудың жолы оңай ғой деп соған көп жаңағы телеграм арқылы тапқысы келеді, үйде жатып закладкамен айналысады дегендей. Вот енді ол ар жағын білмейді олар. Біз көбінесе осы ақшаның жоқтығына деп әкеп тірек қоямыз, бірақ байдың балалары да бар ғой. Солардың арасында. Олар құмарлық қой енді. Жоқ, байдың балалары бұл жерде біздің жағдайды алатын болсақ, жаңағы кейстар деп айтамыз ғой, енді қазір солай сөйлейтін болды. Сол кейстардың ішінде байдың балалары өте аз. Иә, мына процентным соотношение, мысалға 100-ден алатын болсақ, енді бір 10% болуы мүмкін. Жағдайлы, олар байлар деп те айта алмайсың енді. Жағдайлы, олар мына негізінде қызың үйде, қылығы түзде деген сияқты ғой. Балаңды сен әркім өзінің баласына бір ерекше керемет қасиеттерді ғана көріп отыруға тырысады. Ол қазақтың енді білмеймін, кейінгі кезде қалыптасып кеткен. Негізінде ата-ана балаға өте сыншыл болу керек. Ал бізде менің бәрі керемет, үйін әпердім, көлігін әпердім деп, енді ол қазіргі заманда байлық деп санамаймын, себебі баласы қалада оққаннан кейін енді жағдайын жасап берейін дейді. Өзімен өзі бала тұрып жатыр, көлігі бар, үйі бар, қасындағы достар кім? Міне мәселе, бала адамды қалыптастыратын орта. Сол ортаға байланысты осындай енді тіпті сондай жағдайлы адамдарды тіпті баулып алуларды мүмкін. Ақшасы бар ғой, көлігі бар. Мысалға бізде мынандай жағдай болды, бір жігіт осымен айналысады екен, жаңағы закладкаменен. Қызды танысқан, бір үйдің енді үлпілдетіп өсіріп отырған бір түйір қыз, бірақ қыз енді оларда басқа бала жоқ. Сол жігітпен кездесіп жүреді, баратын жерлеріне барып, содан бұл жігітті ұстап алған кезде қыз қасында. Екеуін бірге қамады. Себебі жаңағы екеуінде сыбайластық бар дегендей. Сондай жағдайларда қыз білген де жоқ. Бұл жігітке как прикрытие сияқты ғой. Сондай да жағдайлар бар. Ал ол қыздың енді ата-анасының жағдайы өте енді бұл үздік бітіріп, грантқа түсіп, енді ата-анамды сондай жағдайдан шығарамын деп жүрген арманның бәрі күйреді. 10 жыл берді, енді бәрі дұрыс болатын болса, 1 жылда шығады. Тағдыр тасталқан болып кетті. Тасталқан болды, шынында да. Сіздер қалай ойлайсыздар, қаншалықты дұрыс ол жаңа баланың барлық жағдайын жасап беру деген? Енді қазір ата-ана тарапынан. Қазір енді мынау тағы да бір сіздердің де көтеретін мәселе шығар, ол коуч, психолог дегендер бар ғой. Балаңның өмірін жаңағы ұзартқың келетін болса, бақытты өмірін ұзартқың келетін болса, балаңның барлық жағдайын жасап бер дейді. Себебі біз үй алу үшін 20 жыл жүрдік, ал сен балаңның өмірін тағы 20 жылға ұзартқың келетін болса, сен оның барлық жағдайын жасап бер деп айтып жатады. Ол психологтардың сөздері. Негізінде мен былай айтқым келеді, әр адам түсінігі, оның өзінің менталитеті, жаңағы әр өңірдің өзінің бір түсініктеріменен ол адамдарға психологтың қажеті жоқ. Әр әулетте бір бетке ұстар адамдар болады, беделді. Мен оны жаңағы келіндерді алып шығып жатады ғой, енді бұл менің ойдан шығарғаным емес, енді өздері бірнеше отбасын құрып бақытты бола алмаған әншілеріміз жап-жас қыздарды жетектеп алып шығып жатады. Миға сыймайды. Мен сол кезде айтамын, енді осы әулетте алтын құрсақты бір ана болған жоқ па, соны алып шығатын. Сол сияқты ғой, алыстан іздеудің қажеті жоқ. Енді ол кішкене біздің қазақтың ауылдағының ауыз сасық деп өздерінікін жақтырмайды. Біреу керемет өмірді, оны президент айтты ғой тіпті. Жаңағы бай өмірді насихаттау ол дұрыс емес. Ол телефоннан, телевизордан ғана көресің, ал негізінде ол адамдардың өмірі барлығы жалға алынған үйлер, жалға алынған көліктер деген сияқты ғой. Сондықтан осы жерде психологтардың үлкен жіберетін жаңағы бұлардың қиянаттары деп айтуға болады.
балаңды таңда сөйт. психологтар көбейіп кетті ғой. Психологтар көбейіп кетті. Осы тұрғыда мысалға сіздерге де айтатыным, алаяқтықпен сотталған адамдар, олар міне шықты, иә, түрмеден шыққаннан кейін олар қаншалықты қадағалауда болынады. Себебі мен білетін бірнеше алаяқ адамдар сотталып шыққаннан кейін қазір керемет психологтар, керемет көш бастап жүрген жаңағы керемет алдамшы бизнестің лидерлары болып жүр. Соған Тағы да сіздің сөзіңізді бөліп өтейін, жаңа сіз өзіңіз айтқандай, бұл әлеуметтік желідегі картина, иә? Закадровая жизнь. Ол мүлдем басқа. Мүлдем басқа. Ол адамның, мысалға, алаяқтықпен сотталған адам қаншама адамдардың ақшасын, $1 миллион артық ақша, оның ішінде қаншама күйреген тағдырлар бар. Солардың ешқайсысын өтеген жоқ, 5-6 жыл отырады олар, шығады сосын. Шыққаннан кейін, енді жазамды өтедім, беретінім жоқ. Ал мына жақта қаншама исклар жатыр ғой. Ол погашать ету керек. Ол жоқ. Әлеуметтік желіге шығады. Олар түрмеде, қараңыздар, түрмеде қандай адамдар отырады, иә? Шынымен де рецидивистер бар. Кәдімгі матерый алаяқтар бар. Солардан неше түрін алып шығады да, одан да бетер алаяқтың жаңағы самый супер алаяқ болып шығады. Солар да жүр желіде. Міне осыларға біз куисқа мен бір хат жолдағым келеді. Жұмыс көп, ұмытып кетемін, сіздің құлағыңызға алтын сырға. Осы Қазақстанда бір телеарнаға шығарып, біз ол телеарнаға хат жолдап алғызып тастадық. Біз айттық, сіздер кімді насихаттап жүрсіздер? Алаяқтар, күні кеше жаңағы олар бүйтіп айтады. Түрмеге отырып шығуым менің Алланың сынағы. Алла сүйген құлдарын сынайды. Бұл сонда қалай біздің қылмыстық кодекс қалай болып кетті? Мына жақтағы жылап еңіреп отырған адамдар не болды? Міне осындай мәселелерде, мысалға жаңағы сіздердің, мен естіп жатырмын ғой енді, жастар деп. Біз тек жастарға сенеміз енді. Сол жастар бір нәрсе жасап, осы инициативаны, мен айтам, жас мысалға лейтенант тұрып, генералға айтса, сіздердің осылай жібергендеріңіз дұрыс емес, мен оны дұрыс деп санамаймын дейтін болса, қандай ол тіс қаққан генерал болса да, ана жерде аузын аша алмай қалады. Ол рас, ол ақиқат. Себебі ол лейтенанттың әлі еш жерге ешқандай бұлғанған авторитетінде, нұсқан келтіретінде еш нәрсе жасаған жоқ. Бірақ ол көзімен көріп отыр. Ол да әке. Сондықтан солай айта алатын болсаңыздар, жоғары жақтағы отырғандардың бәрі сескенетін еді. Алайда бізде жүйе кішкене, сол үшін енді тек жастарға сенеміз біз. Жаңа сіз айтып өттіңіз, иә, шыққан адамдар. Сіздер солардың бейімделуімен айналысасыздар ма сонда? Қандай жұмыстар жүргізіледі? Сол туралы айтып өтесіз? Арнайы мекемеден босап шыққан кісілерге біз пробациялық бақылау беріледі. Олар бізге учетқа қойылады. Келген кезде барлық жағдайды түсіндіреміз, не істеуге болады, не істеуге болмайтындығы туралы. Одан бөлек жанұя деген бізде отбасылық не бар? Орталық бар. Сол жерге жібереміз. Ол арнайы мекемеден босап шыққан азаматтарға соцпакет, көмек жолданады, 15 МРП. Не кіреді соцпакетке? Соцпакетке ақшалай көмек беріледі. Ол кісілер шығады, оларға соцпакет ұйымдастырылады. 15 МРП, 15 айлық есептік көрсеткіш көлемінде оларға көмек беріледі, оларға керекті құжаттарын тапсырады сол жерге. Ол барлығына ма? Әр статьяға да ма әлде? Мекемеден босап шыққан сотталған Білмеймін, азаматтарға. мен қазір білейін, біздікілерде ондай бар ма жоқ па, себебі босап шыққандардың ішінде бір жас бала, оны біздің осы кімдер балалар біледі, өздері түсірген де, слезы матерей. Сол жерде де түскен ол жігіт. Шыққаннан кейінгі оның шынымен де көрмеген қорлығы жоқ. Ол бізге шығып жылайды, мені айыппұл салып тастады, мені сөйтті, мені бүйтті. Себебі бұлар, мысалға, қанша жыл отырса, сонша жыл бұлар мына кәдімгі өмірде, бізде мына динамично дамып келе жатқан өмірден шығып қалады ғой. Мына ортаға қалыптасып кету өте қиын. Өзіңде бір 10 күн больницада жатып шықсаң, түсінбей қаласың ғой не болып кеткенін. Сол сияқты. Моральдық тұрғыда да, материалдық тұрғыда да, мысалға сен бір ай жұмыс жасамай қалшы, қалай боласың? Сол сияқты, сол балаға енді білмеймін, енді біздің Жасыл желкен қоғамдық бірлестігінде біз меморандуммен Секеров және оның серіктестері, адвокат Секеров Әлібек Жайлаубайшпен жұмыс жасаймыз. 24-7 бізге кім хабарласады?
соларға көмек көрсетеміз. Және енді МВД-мен де қазір ішінде бізде Бақытжан Қадырбаевичпенен байланысымыз бар. Сол кісіге хабарласам мен білмеген сұрақтарым бойынша, себебі міне осындай жағдай болып қалды. Бірінші адамның тағдыры сол ұстаған полиция қызметкерінің қолында. Мысалға бізде камералар туралы алатын болсақ, сол камералармен жұмыс істеп солай тауып жатыр ма, әлде жаңағы наводкамен ба солай тауып жатыр ма, түсінбейсің. Егер де камерамен болатын болса, онда неге соны алып келіп сол закладканы сол жерге салған адамдар ұсталынбайды деген сұрақ. Яғни камера қалай жұмыс істейді? Қалай жұмыс жасайды? Міне осы сұрақ түсініксіз. Закладчиктарды камерамен ұстаса, сол жерге келіп закладканы салғандар неге ұсталынбайды? Болды ма ондай? Ондай болған жоқ. Біз әлі білмейміз. Мысалға, ол жерде координаторлар деген бар, куратор дегендер бар. Содан кейін міне балаларды, жастарды осындайға отырғызатындар да бар ғой. Ондайлар ұсталынбайды, ана ортадағы жай закладчиктар ұсталынады. Закладчиктар олар тек қана, мысалға, мен оны қаламасам, маған закладчик әкеп аузыма салып бермейді ғой. Мен оны қалап тұрмын ғой, мен іздеймін. Оны қалаған адам іздегенін қай жерден болса да табады. Содан кейін біз ұсыныс жасаған болатынбыз оны жоғарғы деңгейде Турцияда қандай жасаңыздар деп. Барлық біздің мына өнер адамдарын, жаңа жұлдыз қылып жүрген, біздің жастар кумир қылып жүрген бар ғой, солардың барлығын жинаңыздардағы тура Турциядағындай тапсырсын есірткіге. Турцияда 70% таза болмай шықты. Ал біздің Қазақстанда қалай болады? Сонда бізде негізінде осыны жарнамалап жүрген кімдер? Мына керемет, оны мысалға біз өзіміз психолог, аддиктологтармен жұмыс жасағанда оларды айтады. Бұның кайфын сезіну, мысалға, оның да неше түрі бар. Арзаны, орташасы, қымбаты, элит, әр түрі бар. Сен оны жаңағы қолданған кезде сенің бойыңдағы бүткіл керемет қасиеттер оянып, сен керемет творчествоның жаңағы шыңына шығасың. Немесе рахаттану, немесе күш. Бойыңда жаңағы сенің өзіңнің күшіңдей тағы да бір 10 адамның күші қосылатындай күш беріледі. Міне осының барлығын біздің қоғамға алып келді ғой, осы жерде бар ғой ол. Біз бір жерде кіммен күресіп жүрміз, көлеңкемізді қуып жүрміз ба деген сұрақтар туындайды. Сондай ұсыныс жасадық біз, бірақ алайда оның барлығы енді айтып отырмын ғой, бір жерде қалып қояды. Әлі күнге дейін біз коммунистік партия кезіндегі бір немен келе жатқан сияқтымыз, әуенменен. Міне бізде бәрі керемет, бізде бәрі жақсы, жаңағы олай емес, өте қиын. Балаларымыз кішкентай, ертеңгі күні қандай болатынына ортада сондай сұрақтарменен мазалайды мені бұл өте қатты. Мен себебі күнде көрем ата-аналардың көз жасын, өмір сүргісі келмейтінін көрем. Шырылдап түнгі сағат 2-де звондап жатқан аналар, мысалға, маған қазір міне түрмеде отырған балама айтты, ертең-ертеге дейін 800 мың қоймайтын болсаң, қол-аяғыңды мүгедек қылып тастаймыз деп. Сіз енді, мен анамын ғой, мен түсінем оны қандай екенін. Міне осындай жағдайлар өте көп, енді оны қаза беретін болсақ, енді өте қиын. Өте қиын енді бұл. Мен осының барлығын көрем, менің телефоным өшпейді, 24-те 7 өшпейді. Себебі тура сол моментте мен біреуге керекпін. Мен соны білем, сондықтан. Жаңа сіз сөзіңізді бастаған кезінде айттыңыз, 3000 ата-ана мен алдыма келді деп. Сонда сұрақ қойғым келіп еді. Ол 3000 ата-ана сіз туралы қайдан білді? Сіз сол кезде блогер болдыңыз ба? Мен негізінде қоғамдық бірлестік жұмыс жасады ма сол кезде? Иә, қоғамдық бірлестік жұмыс жасап жатты, бірақ мен негізінде 2013 жылы осы біздің қоғамдағы тағы да бір енді сол кезде мен бастаған болатым, себебі мен ол кезде кәсіпкермін. Жеке мына көлік таксопарк болды менде. Таксопарктардың жабылуына мен үзілді кесілді қарсы болып, бүткіл таксопарктарды жинадық біз. Осы мәселені көтердік, себебі сонда біз айттық, ертең біздің барлық таксопарктар жабылатын болса, бізге кіретін жаңағы индрайвер бар, Яндекс, Убер, ол біздікі болмайды. Бүткіл сағлық болсын, бәрі шетелге кетеді дедік, айтқанымыз келді. Ал біз таксопарк болып отырғанда, мысалға, менде
жұмыс істеп жүрген жаңа бір ұжым ғой бұл. Ұжым бір-бірлерімен араласады, сөйлеседі, қандай да бір жаңа корпоративтар ұйымдастырады, бала шағалармен араласады, не ұжымдық сана сондай болған. Ал енді сондай позициямен біраз жерге шығып, мен содан бастап өзімді осы белсенділік жолда жүрдім. Ал президенттің жолдауында қандай да өзекті сұрақты үкіметтік емес ұжымның аясында жиналып көтеріп жоғарыға қарай импульс берсеңіздер, сонда бюрократиялық жолмен емес конструктивті диалог арқылы шешесіздер дегеннен кейін 2023 жылдың 23 мамырында мен тіркелдім. Бірақ менің өзімнің мына белсенді көзқарасыма сай, мен өзім ойлаймын, соған қатысты деп ойлаймын, мені басқа ешқандай атпен тіркемей қойды. Тек қана Жасыл Желкен қоғамдық бірлестігі болып қана тіркелдім. 7 ай мені қандай да атпен болсын, оның ішінде қазіргі міне Әділет партиясы, о әділетте болып тіркелгім келді, абырой болып тіркелгім келді, бірақ мені тіркемей тек қана осы Жасыл Желкен арқылы уставыма кішкене коррективтар енгізіп, солай ғана тіркелдім. Сонымен бұл кісілердің мені білген себебі, мен блог жүргізем. Блогта мен осы мәселені бір көтердім. Бұл жастардың ертең түрмеден шыққандағы өмір қалай болады? Они же выходят с волчьим билетом дегендей. Сонда жаңағы ата-аналар келіп бізге осылай, біз айттық, енді шарт осылай, барлықтарыңыз бұлар дегенің былай келді. Ақ жаулықтарымызға қызыл красканы сеуіп, біз Ақорданың алдына барып тізерлеп тұрамыз деп. Біз айттық, енді мен үкіметтік емес ұжым, заңды тұлға болғандықтан, мен айттым, бұл сіздерге ешқандай жаңағы жақсы әсерін бермейді. Біз бұның барлығын дұрыс жолмен шешейік деп, ол кезде бұл кісілердің барлық депутаттар бар, барлық жаққа барып шыққан. Бармаған есік, бармаған жерлер болмай келген. Бірақ енді жаңағындай ең көп біз 780 адамды жинап, Астана қаласында дөңгелек үстел өткіздік. Сол кезде президентке жолдау жасадық, ол бір түнде 1 миллионнан артық қаралым болып, содан президент әкімшілігінен маған хабарласты. Біз 2 күн сіздің парақшаңызды мониторить еттік, сонымен сіз жаңағы өз адамдарыңызбен бізге келіңіздер, осы мәселені талқылайық деп. Сонымен бардық, президент әкімшілігіне, ол кездегі Ерлан Тыныбайұлына, Қошанов мырзаға үлкен алғысымды айтқым келеді. Шынымен де осыған көңіл аударыңдар деп. Әрине түйе сұрадық, енді бие алдық деп айтуымызға болады. Дегенмен нәтижесі оңынан өте оған енді айтатыны жоқ. Ол жерде де жаңағы прокуратурада да, МВД, жаңағы депутаттар болсын, президент әкімшілігінен болсын, адамдарға алғысты айту керек әрине. Олардың еңбегі зор, бірақ противостояние дегенде бар. Себебі екінші тарапта басқаша ойлайтын адамдар бар ғой. Олар біздің балаларымызды улап жатыр, олардан жаңағы зардап шегіп жатырмыз деген екінші тарапта бар. Сондықтан осындай нәтижеге келдік, бірақ біз күресімізді тоқтатқан жоқпыз. Күресіміз енді есірткіні жаңа таратып жүрген немесе тағы да басқа балаларды босатып жіберсін деген емес. Бұл жерде жазалай бергеннен нәтиже ұра берсен Құдайды өледі дейді ғой. Не нәрсе болса да алдын алу болу керек. Профилактикалық жұмыстар өте жақсы жүру керек. Ауырып ем іздегенше ауырмаудың жолын іздегеніміз дұрыс деп солай шештік. Міне солай келген ата-аналар бізді тауып, сол әлі күнге дейін бәрі бізде. Менде баласы түрмеде отырған адам, баласы 4-ші стадия онкология. Оларға да 18 жыл береді. Ол баланың өмірі қанша қалды деген сұрақ туындамайды. Ол балаға 18 жыл берді. 20 жастағы балаға 18 жыл деген масқара ғой енді. Оны біз жеткізе алдық. Енді осы мына құрылтаймен қарауымыз керек біз. Ол кісі менің Қарағанды филиалымды басқарады, әкесі. Сол түрмеде отырған баланың. Менің руководитель аппараты 3 жыл жолдасы үшін күресіп, қазір міне жолдасы шықты. Жаңа сіз айтқан тұста менде біздің Сарайшық ауданында болып жатса көмек сұрау керек екен. Алматы ауданында ма қандай көмек болып жататын болса. Сол енді адамдарға
олар бізде қалып жұмыс жасап жатыр. Себебі олар оны біреуден естіп емес, өз бастарынан өткөрді. Көп жағдайларда мысалға отбасылы адамдар түрмеге түсетін болса, әйелдері сол жерде ажырасып кетіп жатады. Ол дегенің енді 10 жыл кім күтеді? Жап-жас отбасылар. Ал енді күресіп жүрген келіншектерге енді басымызды иеміз. Себебі баланы да асырау керек. 2 ай сайын жолдасына да барып тұру керек. Ата енесімен де тұратыны бар. Енді ол керемет, енді ата-аналарына үлкен рахмет, солай тәрбиелеген балаларын. Сол өмір күрес. Біз кішкене тақырыптан жаңағы сұрағымыздан ауытқып кеттік. Пробация бойынша. Мінекей шықты, барды жаңағы жанұяға, ары қарай өздеріне керекті құжаттарды тапсырады. Сол бойынша 6 ай көлемінің ішінде ол кісі алынады. Мекемеден шыққаннан кейін ортада 6 ай уақыт ішінде өздеріне керекті жаңағы құжаттарын тапсырады. И ол көмек ретінде ақшалай 15 айлық есептік көрсеткіш алады. Ол әр ауданда бар ма, осы Астананың? Барлық жерде бар. Ол ауданға бөлінбейді, ол барлық бірдей төленеді. Кеше мысалға бұлар шыққаннан кейін барып жаңа пробацияға тұрып жатты, жаңа номер алып, сондайда ана көп бұлар жай жүрмейді ғой неде. Енді түрмеде. Мына жаққа шыққаннан кейін бас айналып, адамдар енді көп нәрсе өзгеріп кетті ғой бізде. Сонда айтты, бір күнде бұлар бітіріп үлгірмей қалды. Себебі менің түсінгенімше бір ауданнан екінші ауданға барды ма, көп бір жүгіретін волокитасы көп болып кетті. Ол бір, екіншіден браслет туралы қалай? Біреулерге тағылады, біреулерге тағылмайды, е? Енді браслеттің бәрі енді сотталған азаматтар көп қой, бәріне жете қоймайды браслет. Ал енді міне бізде бір жағдай, бізде жұмыс жасайтын адамның баласы шықты. Ол по несовершеннолетним, кәмелетке толмаған бала. Шыққаннан кейін бұл балаға браслет тақты. Қолақпандай браслет. Ол браслеттің қазір енді сапасы өте төмен. Госзакуп дегенді білесіздер енді. Сапасы өте төмен. Ана баланың өзі бері қарай шығара алмай отырғанда одан ары депрессияға кіріп кетті. Ол браслетті тағу, ол барлығына таға бермейді бірден. Ол нарушитель дейді ғой енді, заң бұзушылық. Заң кім бұза береді, соларға қарсы қолданатын браслет. Пробация уақытында, да? Иә, пробация уақытында сол кезде тағылады ол. Бұл шыға салысымен тақты бұған. Ол мекемеден шықты ғой, иә? Может, соны қарап таққан шығар, мекемеден шыққаннан кейін. Ол қанша уақыттан тақты? Ол қарау керек, Бір баламен аптадан сөйлеседі, оның арнайы психологтар бар бізде, солар қабылдайды, психологический портрет жасайды, тест алады. Оны жай сразу келгенде адамға тағып бере салмайды, оны қарайды. Қазір шығып жатыр уже цифровой. Бір жаңағы мекемеден шыққан адамдардың барлығына тақпайды. Дұрыс па? Әде шыға сала барлығына тағама жаңағы браслеттерді. Жоқ, енді жеткенше тағады ғой барлығына. Сол енді Ол қаншалықты дұрыс жеткенше тағады деген. Нарушитель основном жаңа заң бұзу кім бұзады? Қарайды ғой, рецидив болады, соларға тағады. Статьяларына қарайды, шыққан кезде қандай статьяға байланысты. Олай емес. Себебі алғаш шыққан кезінде, осылай тағылған кезде біз тура МВД-ға бардық. Мен бір 60-70 адамды алдым да бардым. Себебі бала енді шықты, иә? Қалай ол жұмыс жасау керек қой? Оның отбасы күтіп отыр. Отбасына енді бұны шығарамыз деген күні өздеріңіз білесіздер ғой, ЗМН қанша тұрады барлығын. Қандай кредиттарға кіріп кетеді бұлар. Шыққаннан кейін жұмыс жасау керек еді. Қолақпандай андай браслетті тағып алады, ол браслет істемей қалып, одан бұған нарушение жазып, сондай бір проблемалар болды. Содан кейін айтып жатқаным ғой, мен енді осы бір апта болды білгеніме. Куисқа осы алдымыздағы аптада кіріп шығайын деп отырмын. Себебі ол алалаудың қаншалықты жөні бар. Біреу шықты, ода жоқ. Екіншісінде бар. Тоже түсініксіз ғой енді. Қазір мысалға міне әркімнің қолына шыққаннан кейін гаджет береді. Сода қойып қойыңыздар приложение ма, қандай бірдеңені қарап отыратын. Қазір уақыт цифровизация ғой. Қазір үйімді ойлап тапты, телефонға цифровой пробация дейді, пробациялық бақылау телефонға орнатылады. Мен өзім телефоннан өзімнің адамдарымды қадағалап отырамын. Кім қайда жүрді, бәрін көрсетеді. Звондайсыз, сразу қай жерде екенін көрсетеді. Міне солай болу керек. Қай жерде жүргенін бәрін бақылауға болады. Қазір сондай телефондарға ұйымдастырдық. Мысалға, көршілес елде, Өзбекстанда, мен болдым. Өзбекстанда міне жастар 25-ке дейінгі ма, тіпті қазір негізінде 30 жасқа дейінгі жастар деп санайды екен.
сол жастардың осындай білместікпен алғаш рет жасалынған қылмыстарын шыққаннан кейін бұларды толық алып тастайды екен. Бізде өліп қара жерге кіріп кеткенге дейін сенің маңдайыңа бұлшитып жазып қояды, сен сотталғансың. Бір жерге барсаң сотталмады деген справка алып кел дейді, жұмысқа тұру үшін. Бұл да бір не ғой, ущемление, ол өтеді ғой. Ол өтеп шықты. Өзінің жаңағы жазасын өтеп шыққан адам, бірақ енді ол көп жерге тұра алмайды. Сондай мәселелер бар, енді ол жастарға қатысты ғой. Жастарға өте қиын. Браслет тағады, сотталмаған деген справканы алып кел дейді. Сонымен шыққаннан кейін қайда барсаң қорқыттың көр. Қайда барады енді ол? Опять сол закладкаға бара ма? Не істейді, қайдан ақша табады, ол күн көру керек қой. Мінекей шықтық біз, 15 МРП-мізді алдық. Бұл материалдық тұрғыдан көмегіміз. Моральды тұрғыдан қандай көмек көрсетіледі? Қандай қолдау көрсетіледі? Көмек емес. Бізде өзімізде арнайы психологтар бар, солар қабылдайды. Басқа да мекеменің психологтары бар. Олармен қандай да бір неше түрлі ұйымдастырылады, психологический жұмыстар жасалады. Одан бөлек мына Астана қаласы әкімдігімен, прокуратураның қолдауымен неше түрлі жарыстар болады бізде, футбол, волейбол, сол жерге апарамыз. Ортақ қоғамға бейімдейміз. Сонда олар атсалысады. Атсалысады, келеді. Атсалыспай көрсін. Басқа разговор. Олар өздері үшін келеді ғой енді. УДО бар, соған материалға егер сотқа жекесін жолдап, мінездеме, оның бәрі жазылады, оның бәрі көрсетіледі. Ерте босап шығуға. Ондайларға бізде қатыстық, жаңа ол мысалға біз қазір жаңа айттым ғой, Әлібек Жайлаубайұлы Секеровпенен осындай акция шығардық. 1 жылдық әлеуметтік. Көп адамдар ЗМН, УДО, ол ақша, содан кейін тегін консультация жасаймыз. Көп адамдарға мысалға бір жай кеңес беру, мысалға алу, соның өзі қиындап кетеді. Себебі заңгерге кіріп сіз бір кеңес алып шығу 30 000. Ең азы. Сондай нәрселермен біз айналысып жүрміз. Енді жаңағындай футбол, тағы да басқа, мені кешіріңіздер, оның барлығы енді кеңес заманынан бері қарай келе жатқан, жұмыс жасамайтын жай бір акциялар. Сенің басыңда 1045 проблема тұрған адам, ол жерге футбол ойна, сен волейбол ойна, Дженнифер Лопесті кеп концерт бер, түйін шешілмейді ғой проблема. Сіз не ұсынар едіңіз осы тарапта? Бұл тарапта жаңағындай көп етіп оларды жинаудың қажеті жоқ. Мысалға бір аудан, сол ауданның пробация деп айтып отырсыз ғой сіздер. Сондай адамдарға негізінде баратын бір өзінің сенімді колл-центр сияқты ма, білмеймін, бір сондай нәрсе болу керек. Вообще мен оны республика бойынша ұсынғанмын. Бюджеті де көп емес, 510 миллион, соны жасауға болатын еді. Бірақ бізде білмеймін, оны биылғы жыл тағы да көреміз. Оны мысалға сіздер түсіне алмайсыздар, мен де түсінбеуім мүмкін. Оны тура сол жақтан шығып келген, жолды өткен адамдар, солардың барлығы қалай жазып, солардың ұсыныстары. Мысалға кешеде келіп жатыр ғой, енді бізде заңгер болып жұмыс жасайтын болады, себебі мен мекемеге өзімнің атымнан хат жолдадым, бізде жұмыс жасайды деп, мысалға кешегі шыққан жігітті. Ол заңгер. Кеше мен келе салысымен біз оны 14-14-тегі барлық жауаптарды анализировать етіп, анау беріп қойдық жұмыстарды. Соның барлығын алып, ол отырып жаңа айтып жатыр маған, мына жерде былай істеу керек, мына жерде былай істеу керек. Сосын келіп кеткен адамдарды тыңдап отырады ғой, сосын айтып жатыр. Мынандай болып шешімі былай болу керек. Себебі мына істеп жатқандарыңыз жаңағы тышқанның 10 қабатты үй салам деген әрекеті. Сіздер одан ешқандай нәтиже таппайсыздар. Нәтижелі болу үшін былай болу керек дегендей, міне осындай тұсқа көп көңіл аударған дұрыс деп санаймын мен. Сол үшін көп кездесуіміз керек біз, көп сөйлесуіміз керек біз. Мен сол үшін мына біздің Астана қаласының департамент полиция Әлия Қибатовнаға үлкен алғысымды айтқым келеді, себебі ол кісіге мен бәрін айта аламын. Міне осылай деп. Ол кісімен бірге түрмеге де кіріп шығып жүрміз. Жаңағындай конкурстарға қатысып жүрміз ғой, бірақ ол кісіге мен барлығын айта аламын.
ол мынау сотталған адам, мынау басқа адам деп қарамайды. Дегенмен де енді бұны барлық қазақстандықтар менің ойымша мойындайды. Әлемге негізінде өзгерісті алып келетін әйел адамдар. Себебі біз ыстықты да, суықты да шыдай аламыз да кішкене. Еркектер ыстық болса, енді ыстық болды деп сол ыстықпен айналып кетеді да, суыққа көңіл бермей қалады. Біз барлығын телефонмен сөйлесіп жүріп, біз үйдің бәрін жинап, тамақты жасап, кірді үтіктеп тастай аламыз. Ол рас нәрсе. Сол тұста мысалға маған осы жаңа Әлия Қибатовнамен жұмыс жасау өте ыңғайлы, жеткізе аламын, ол кісі менің сөзімді түсінеді. Еркек адамдар кішкене менің сөзімді бір дөрекілеу деп қабылдап қалуы мүмкін, немесе үстемдік жүргізіп отыр деп қабылдап қалады. Енді жаңағы комитет по противодействию наркопреступности, ол жерде мысалға жаңағы Амирханов Бақытжан Қадырбайұлы, ол кісіменен де басында түсінбейді. Қазір мысалға мен ол кісіге түнгі 3-те болса да ойыма келген нәрсені жазып жібере аламын. Мен айтам, мына жерде былай істеуіміз керек деп. Ол кісінің енді біліктілігінің соншалықтығы еш уақытта ол маған, сіз неге маған түнде жаздыңыз демейді. Міндетті түрде егер оқып жатса сол кезде айтады. Гүлеке, мына жерде былай болмайды-ау, бәлкім келесі жолы осыны ойластырайық деп, жаңағы сол кісінің ұйымдастыруыменен мына КУИС мекемесінің ішінде дөңгелек үстел өткізіп, сол өте жақсы нәтиже берді. Сонда екі келген депутат бір қылмыспен екі жазаның болуы мүмкін емес дегенді сол кезде ғана біз жеткізе алдық. Ол 286 статья және 297-нің 3-і екеуін бір қылмысқа берген. Ол дұрыс емес. Бір қылмыс, бір жаза болу керек. Міне осындай тұста сол кезде сол Бақытжан мырзаның үлкен көмегі болды бізге. Соның барлығы в споре рождается истина. Біріншіден, екіншіден осындай кездесулер, талқылау, ол өзінің оң нәтижесін береді міндетті түрде. Ал көп қараймын, мысалға қоғамдық бірлестіктерде көп бізде, мекемелерде көп, белсенділер де көп. Әркім өзінің сойылын өзі соғып, өзін мақтап, өзін ғана кереметпін деп бір бас жүлдеге Қазақстанның бір қазба байлығының керемет бір процентін беретіндей болып жүреді. Мен бәріне айтатыным, біздің міне қазіргі белсенділік өміріміз өте қысқа. Ертең біздің орнымызды жастар басады. Сол жастардың алдында ұялмай жүретіндей іс атқарайық деймін. Жастар отырған кезде мен көбінесе жастардан сұраймын. Мен жаңа кеңесшім 25 жаста. Мен көп жағдайларда содан сұраймын. Себебі ол өте прагматично қарайды әр нәрсеге. Мен ары беріп кетіп қалуы мүмкін, бұл мен тез жинайды, мынаны бітіріп тастауымыз керекпіз, содан кейін былай өтеміз дегендей. Сондықтан жассыңдар сендер, біз сендер бүйтіп жүрген кезде біз сөйткеміз деп шығатындар өте көп. Біз 30 жыл қырып жүрміз, біз 20 жыл қырып жүрміз дейтіндер. Авторитарный режим. Ол дұрыс емес. Негізінде асыл тастан, ақыл жастан. Жастар енді бекер айтпайды, біз сіздерге сенеміз деп айтатында сол қолдауымыз керек біз. Жастардан көп ақыл сұрау керек. Қандай жиындарға барсаң да жастардың аузын жауып тастайды. Әр тыңдайтынымыз сол баяғы бір адамдар тыңдап қайтамыз. Тыңдап қайтамыз. Енді 3-4 рет шыдадым да, мен уже содан кейін қазір мен айтып тастаймын. Ұзын сөздің қысқасын айтайық. Мына жерде отырып алып, күлтөбенің төбесінде күнде жиын жасаудың қажеті жоқ. Тоқетерін, қай нәрсеңде тоқетер болу керек. Нәтижелі жұмыс болу керек. Ол тек қана сөз болмау керек. Жастардың алдында біз өтірік сөйлейтін, жаңағы қолдарынан түк келмейтін, құры өздерінің авторитеттерін сүйеніп алып жүретін адамдар болып қалмауымыз керек. Біз солардың қатарында күлсе күліп, жыласа жылауымыз керек. Мысалға жаңа көлікте де жастар тұрып орын беру керек дейді. Жастар саған тұрып орын беру үшін соған лайықты болу керек адам. Мысалға мен үлкен кісілер кейде болады, ол кісілер күні бойы үйлерінде жүреді. Ал жастар таңғы 5-тен тұрады, 6-тан тұратындар болады. Оқушылар ауыр сөмкелеріменен шаршап сол автобустың ішінде бір көздерін іліп алатындары болады. Оларды жұлқалап тұрғызу, менің ойымша, ол да дұрыс емес. Мен баламды тәрбиелемей, мен балам маған қарап,
менің баламды бәрі айтады, енді екінші Глөке өсіп келе жатыр деп. Бұл да мен істегеннің бәрін бұл да істейді. Айтады ғой, дети копируют поведение Копирует, своих вот родителей. именно. Начни Мысалы, с себя. Вот Если именно. хочешь, чтобы у тебя Өте ребенок был дұрыс, воспитан. өте дұрыс. Кешеде мысалға жиындар өткізіп, тиктокты жабу керек, ананы сөйту керек, телеграмды жабу керек, ақ көк. Ол өйтіп біз мысалға ана тиктоктағы бұзақыларды, тәртіпсіз, тәлімсіз адамдарды біз одан ары рейтингтарын көтеріп жатырмыз. Ол кім туралы айтылып жатыр деп бәрі кіріп соның парақшасын қарайды. Оны уақытыңда болмау керек қой оны қарауға. Қажеті қанша? Өзіңнің тиктоктың ішінде де өте пайдалы заттар өте көп. Мысалға, тиктоктан танылып керемет жұлдыз болып кеткен адамдар да бар. Тиктоктың ішінде өздерінің бастарынан өткізген оқиғаларын айтатын, мысалға біз бірге жұмыс жасаймыз, психолог, аддиктолог жігіт өзі айтады, я на самом дне побывал деп. Сол да айтып отырады, қалай осындай жағдайда есірткіге сені біреу баулып жатыр ма, сені біреу жаңағы жұмысқа тартып жатыр ма, немесе попробуй деп айтып жатыр ма, осындай нәрселердің барлығында бізге хабарласыңдар деп айтады. Алмас деген жігіт. Біз бір университетке бардық, енді қысқаша айтып өтейін, бір университетке келдік, психологтармен, жаңағы адвокаттармен, біздегі бар кейс, баласы 16 жасында ұсталынып кеткен кісімен келдік. Аудитория, жаңағы психолог бәрі айтып болды, жаңағы на самом дне побывал, бұл деген осылай деп. Бір уақытта бір бала сұрақ қоям деді. Мен сұрақ қойыңыздар. Сіздерде бар ма осындай есірткіге қатысты, немесе біреулер осындай сіздерге жағдайда болып жатыр ма деп. Сол кезде бір бала тұрды да мынадай сұрақ қойды. Мысалға, егер де адам дейді, не на самом дне, но на полпути его можно, говорит, спасти. Да, можно, деді. Если что, он здесь в аудитории сидит, деді. Осы жерде отыр ол бала деп. Содан кейін мен ана жерде шошып кеттім де айттым, барлықтарыңыз телефондарыңызды алып, біздің психологтың, адвокаттың номерін жазып алыңыздар да, егер де осындай сұрақтар болып жатса, хабарласыңыздар деп. Ішінде бір 150-дей адам отырған болатын, солардың 50% хабарласыпты. Енді 70 адам хабарласқан. Яғни проблема бар. Проблема күрделі. Жастарды, мысалға, көп барамыз ғой, біз мысалға да профилактикалық жұмыстарда. Келіп отырған кезде сен аудиторияны бірінші 2 минутыңда баурап алмасаң, олар тыңдамайды сен ары қарай. Сен ол жерге алып келіп, хоть Сатжан, хоть там Есентаеваны кел, кімді кел, тыңдамайды, болды. Жастар қазір сондай, оларға авторитет жоқ. Бірінші 2 минутында ұстап қалдың ба, сен ол аудиторияны ұстайсың соңына дейін. Мектептерде болсын, қай жерде болсын. Мен сол үшін тірі кейстарды алып барам, адамдарды. Көз жасымен жылап тұрады, ата-аналар айтып тұратын. Сол кезде барады. Тыңдайды. Сонда бір бала айтады, сіздер есірткі деп айтасыздар. Ал алкоголь, арақ, осыдан қандай проблемалар болып жатыр? Адам өледі, өлтіріп жатыр. Семьяда қорлық, зорлық болып жатыр. Неге оны айтпайсыздар деп. Кейін сөйлессек, ол баланың үйлерінде осындай жағдай екен. Әкесі ішеді, шешесі ішеді, үйдің үлкен ана бала. Міне, бізде қоғамда бір-бірімізге, жан-жағымызға қарамаймыз. Міне, содан проблема. Сұрамаймыз, қалың қалай деп. Мен енді өзім үшін жауап берем. Мен ешқашан еш нәрседен үндемей өтіп кете алмаймын. Маған көп айтып жатады, саған сол керек па деп. Мен сондай адаммын. Мысалға 3 жылдай алысып, жаңағы бәрі білет, Алаш базарында қазір кіріп шығу көлік төлемейді. Ешкім көлікке тегін, осы қанша 7 жыл алып отырған ақша, линия электропередачтың астында тұруға болмайды. Алғызып тастадым, тұрмайды қазір. Әлі де. Оны көрдің ба сен, заң қайшы нәрсені? Оған бұнымен айналысатын біреулер бар деп қарай салуға болмайды. Бір әйелмен қатты сөйлесіп тұра ма бір еркек азамат, мен қастарына барам міндетті түрде. Дұрыс қой. Сондай болмайынша біздің қоғам осылай болып кете береді. Себебі мен өткенде бір әйелді мысалға өлімнен құтқардым. Ол осы биылғы жылы, оның алдында қаншасын құтқардым. Мұна сол әйелмен құры отыр, балаларын ұстап, телефонмен отыр. Ана әйелдің телефонды ұстап отыр, но телефонға қарамайды, отыр.
соң қасына бардым, сөйлесіп келсек, бұл дегенің ана қарыздың тұңғиығына кіріп кеткен ғой. Тұңғиығына алдай беріп. Не осындай жағдайлар көп, сол үшін жаңағы сіздердің айтқан пробация деген ол да өте қажет. Шыққаннан кейін ол отбасымен қандай жақсы болып кетті ма, жоқ па? Бізде ұят болады, өтіріктен жақсы болып көріне салады, ал үңіле білу керек. Жаңа сіздің айтқан психолог дегендеріңізді көргім келіп тұр. Қандай психологтар екен. Жаңа ғана негізінде түрмеден шыққан адамның өзі де мықты психолог. Иә. Оны мен замминистрға былай сұрақ қойғам. Сіздің ДВД-ның бастығы, любой қаланың заңды мықты біледі ма, әлде 10 жыл түрмеде отырып шыққан адам біле ма мықты деген кезде 10 жыл түрмеде отырып шыққан адам деп айтты. Себебі 10 жыл түрмеде отырған адам бүкіл заңның бәрін жаттап шығады. Ал ДВД-ның басшысы енді олардың жұмыспен айналысуға уақыты болмайды оларда. Күнде жиын, күнде жиналыс. Қиын, өте қиын. Осындай сұраққа солай жауап берді. Қызық. Қалай ойлайсыз, блогер ретінде әлеуметтік желі қандай зиян келтіре ме, қалай әсер етеді жалпы жастарға? Былай ғой, мысалға, сен не іздейсің, соны табасың ғой. Даже кейде мен айтатым, мына бомждардың ішінде де қарайсыздар ғой, баяғыда тап-тұйнақтай болып жүреді. Үйі жоқ, ол алданып қалды, ол кісі үйсіз қалды, иә. Бірақ тап-тұйнақтай қолында пакеті бар, осылай жүреді. Ол ана ішіп, ана бір жерде валяться етіп жатпайды, иә, сасып, ондай емес. Өзінің кітап оқиды, бір жерден тауып алса кітап оқып отырады. Біздің бір баяғы ауламызда сондай болған біреу. Сол сияқты әлеуметтік желіде біздің халық қазір былай. Сіз театрға барыңыз, өте адам аз. Қойылымдар, біздегі мына қойылымдар, қай бір жыл былтыр ғой деймін, бізде жас өспірімдер театрында біз бір қойылымға бардық, осы есірткіге байланысты. Аншлаг болды. Мен сол кезде ойладым, неге осындай көп көрсетпейді екен. Мысалға, біздің енді өзіміздің театрларымызда көбінесе қойылатын қойылымдарға балалар бармайды. Иә, енді соны бір жаңа форматта бірдеме қылып шығару керек пе, әлде насихаттау керек па осыны деп ойлайсың. Ал қазір бұның барлығын осы телефон ауыстырып тастады. Телефонның ішінде 3 минуттық видеоларменен ақпаратты қабылдап алады. Ол дәлелденген ба? Ол шындыққа жанаса ма? Жоқ. Осыны алып алады да, қарасаңыздар, таксист болсын, ол кім болсын, барлығы саясаткер. Барлығын қолмен жасап, өздері мемлекетті орнатып, мемлекеттің қай кезде күйрейтінін, кімнің қайда кетіп қалатынын, бәрін осы тиктоктан біліп отырады. ютубтан біліп отырады. Тарихты да көп адамдарды енді қабылдап жатқанда да тарихтан қалай, тарих емес қой енді ол тарихшы емес, тарихи дәлелдер де жоқ. Мен шынымды айтсам, нағыз тарихтың шындықтың әлі бетке шықпағанына менің көзім жетпейді. Себебі тарихты әркім өзіне қалай ыңғайлы солай жасауы мүмкін ғой. Үстемдігім болып отырса, мен де өзімше тарих жасап тастар едім. Сол сияқты әлеуметтік желінің 50-50 деп айтар едім. Себебі мен үшін, мен өзімнің тыңдайтын заңгерлерім бар, заң кеңесшілер бар. Солар керекті ақпараттарды, мысалға шықты ма, жаңа пробационный, жаңағы амнистия туралы заң, соны шығатты талқылап айтады. Әлеуметтік желіде қысқа нұсқа. Маған ол өте керек. Мен оны қабылдаймын. Мына тұрғын үй мәселелеріне қатысты заңдарға өзгертулер енгізіліп жатады. Ол туралы да, құрылтай туралы болсын, қандай ақпараттар болсын, соны әлеуметтік желіден аласың. Содан кейін көбінесе жаңағы 4-ші билік, ол мына ақпараттық құралдар, соларға халықтың қолдауы керек. Себебі енді біз тек солар арқылы бір өзіміздің уәждерімізді жеткізіп жатамыз кей кездерде. Сондықтан әлеуметтік желінің пайдалы тұстары да бар. Кім пайдалыны іздейді? Енді өзі негізінде мына тикток желісі болсын, инстаграм болсын, өзіңе жаңа бейімделіп қойған. Сен қандай контент қарайсың? Иә. Солар шығып отырады саған. Қарайсыңдан бөлек,
не ойлайсың, Иә. сол шығып тұратын сияқты Иә, ғой иә. арасында. Ол болады, ол олай ойлайсың емес, сіз бір-ақ жерден көріп қаласыз. Мысалға, мына анализдерді тапсырған дұрыс па жоқ па, осы мен күні кеше жай бір нені бір Кірдің. 5 секундтан артық қарадым ба, маған тек қана сол шығып отырды сосын. Ол да бұлардың енді керемет жетістіктері ғой. Сол үшін халыққа айтатыным, сіздер ана керек контент қараңыздар, пайдалы контенттерді, сонда пайдалыны аласыздар. Ал жаңа ғана боқтап жатыр екен, анау екен, мынау екен деп, оларды өздері көтереді халық. Мысалға бір не өте тәртіпсіз сөйлейтін бір әйелді осы қазір барлық телевидениедан да көрсетіп жатыр ғой. Сол әйел кірген кезде боқтап, жаман нәрселер істеп, сөйтіп отыра ма, оған 10 000 адамға дейін кіріп қарайды. Иә, адамдар сөйтеді, иә. Иә, сондықтан біздің Хейт жақсы көреміз. хейт жақсы көреді, иә. Айғай шу, мына жерде қазір мен мына кісінің бетіне су шашып, қырылып, сендер пробация, сендердікі дұрыс емес деп сөйтіп жататын болсам, ертең біз миллионный Иә. просмотрда Хит тұрамыз. боламыз. Хит боламыз. Ал мен жасандылықты ұнатпаймын. Как есть солай болу керек барлығы. Содан кейін адамдарға айтатыным, ана Алла сөйтіп, Алланың сынағына ұшырап деген сынақ емес, өздеріңіздің білмегендіктеріңізден. Содан кейін баланың сөзіне сенуге болмайды. Ол баланың ісі шала болады. Менің балам жақсы жерге жұмысқа тұрыпты, ақша жіберді, өзіне телефон алыпты, бірдеме деген. Келіңдер де тексеріңдер, мүмкін емес. Оқып жүрген бала оқып та жүріп, ақша да тауып жүру мүмкін емес. Соған қадағалап тастайтын болсаңыздар, онда сіздер көп жаңа трагедияның алдын аласыздар. Балаң қайда тұрады, кіммен тұрады, не жеп, не ішеді. Содан кейін балалардың барлығы Астанаға, Алматыға бір жерге келіп жұмыс істейді, немесе оқиды, сол жақтан керемет болып кетеді деген, ол да қате. Көп қыз балалар осы Астанаға келіп, жаңағындай ұрынып жатқан қыздар өте көп. Сондықтан мен кеше бір отбасына да айттым, сіздер Тараздың өзінде де бар сол мамандықты оқып алу. Сол жақта оқыңыздар. Қыз баланы ешқайда, қазір ұлды да қызды да ешқайда алысқа шығаруға болмайды. Барып оқысын, жұмыс істесін, жұрттың балалары ұқсап деудің қажеті жоқ. Қымбатшылық заманда қазір олар міндетті түрде осындай бір нәрсеге ұрынады. Немесе алаяқтарға, қазір дроперство қандай, түрмеде есірткі статьясымен отырған бала, міне күні кеше 10 жыл дроперствомен алып кетті. Түрменің ішінде отырып. Ол да міне құқықтық сауатсыздықтың салдары. Ақша табамын деп ойлап, міне осындай жағдайға душар болып қалды. Сол үшін балаға қазір ешкімнің алдында есеп бермеу керек. Міне сенің балаң, сен балаңды тәрбиелеп, осы қоғамға пайда алып келетін азамат ретінде дұрыстап тәрбиелеп қоғамға қосып жіберуің керексің. Үлкен қалаларға жіберу өте қиын, қауіпті. Сосын жаңа телеграм каналдың біреуін жапсақ, бізге солай айтты прокуратурада. Біз бір каналды жапсақ, тура сол каналдың орнына 10 канал ашылады. Әрине. Ол мүмкін емес. Мүмкін емес нәрсе екен. Сол үшін біздің ұсынысымыздың ішіндегі барлығы дұрыс қабылданатын болса, ол нәтижелі болатын еді деген енді ойдамыз. Бәрін енді уақыт көрсетеді. Екеуіңізге ортақ сұрақтар қойып жүрейін. Қысқа да нұсқа жауап беретін. Бір сөзбен айтқанда, жауапкершілік деген не? Жауап беріңіз. Жауапкершілік енді артылған үміт қой, енді жауапкершілікпен қарау керек әр адам өзінің істеген ісіне, істейтін ісіне, болашағына. Жауапкершілікті әркім әрқарай қабылдайды. Мысалға, мен өзімнің ата-анамның алдында жауапкершілігім, баламның алдында, өзімнің ортамның алдында, ең бастысы мен өзім алдында жауапкершілігім. Осы жоғары болмайынша бізде қиын мәселе. Жауапкершілікті қазір бәрі біреуге артып қояды. Үкімет кінәлі, анау кінәлі, мынау кінәлі. Көп ондайлар бізде, иә? Өте көп. Үкіметтен талап етіп отыратындар. Бәріне кінәлі, сол кезде солай болмағанда, мына кезде былай болмағанда, сол өзімізден енді ол кішкене адам өзіне бір жеңілдік табу үшін солай жаңағы қылмыскерлерде ол Алланың сынағы деген сияқты қылып біреуге арта салады. Жастардың ең үлкен күші неде? Сіздердің ойларыңызша?
менің ойымша жастардың ең үлкен күші олардың миларының ластанбағандығында. Ми ол міне керемет жаңағы ресурс қой енді. Оған сіз дұрыс программа қойып беретін болсаңыз, бұл дегенің жаңағы өзінің шыңның шыңына шыққанға дейін бұл өте керемет алып шығады. Тем более біздің ген, мына біздің енді өзімізді мақтай береді деп айтпасын, бірақ шынымен де қазақтардың генетикалық салыстырмада бізге идентично келген ана жаңағы басқа мына түркі ұлттар емес, тура жапондықтар екен. Генетикалық салыстырмада біз жапондықтармен өте ми, ойлау, және жапондықтар ұстап қалды әрине. Олар жаңағы үлкенге сый, содан кейінгі біреу саған жақсылық жасаса, 7 атасына дейін сол жақсылық жасаған адамның алдында басын иіп өтетіндігі, соның барлығы қалыптасқан. Ал енді бізде жаңағы мынау құрып кеткен коучтардың кесірінен біз қазір өзіміздің идентичностімізді жоғалттық қой. Біресе жаңағы батысқа, біресе басқаға Европаға қатты еліктеп кеттік. Негізінде біз жапондықтар, міне бізбен оказывается бізге өте жаңағы туыс болып келеді екен. Өте тығыз бізге. Міне осы тұста біздің жастардың мықтылығы, енді көп көріп отырсыздар ғой, үлкен компанияларда қазақтың жастары жұмыс жасайды. Айттыңыз негізі. Мидың тазалығы. Сол жерде дұрыс бағыт бағдар берілсе, міне барлығы қолдау таба алмай қалып жатады. Енді арабтар сатып алды ғой, ана бірінші стадиясында, ең бастапқы кезінде мына рак ауруын анықтайтын 2 жас жігіт тапқан ғой, осыны ойлап құралды. Бізге келген, бізде қолдау таппағасын мынадай выставкаға қатысты арабтар сатып алды. Оны біздің қазақтар шығарды. Ойлап тапқан қазақтар. Табыс па, әлде абырой ма? Енді екеуін де бірге алып жүруге болады. Бірақ ойланып. Табыс па, әлде абырой ма? Қазіргі кезде абырой деген не деген сұрақ туындайды негізінде. Содан бастайық. Абырой деген мысалға бұл кісіге басқа болуы мүмкін, сізге, маған әркімдікі әртүрлі. Біреу үшін абырой, мысалға Астанада жақсы пәтер, жақсы көлік, жақсы жерде қызмет істеу, ол менің абыройым деп санауы мүмкін. Ал енді ол жаңа абыройлы деп санаймыз біз ол адамды, ал сол қызметінен кеткен күні ол адамның жаңағы үйі күйі барлығы абыройы өзінің обнуляция етіп қалады. Ал мен үшін мысалға менің өзімнің маған абыройлы деген адамдар, ұстанымым да оны бәрі де біледі. Мен үшін өте беделді адам ол Бауыржан Момышұлы. Қонаев, осы жол Қонаевтың музейінде де болған кезде мен баламды жылда апарам, есіне сақтап қалсын деп. Себебі бұл адамдарға абырой, көлік, дүние болған жоқ. Олардың аты 1000 жылдықтармен қала береді. Біздің қазақтың абыройы кім дейтін болса, мен өзім сол кісілердің өмірін түгел оқығандықтан мен сол кісілер деп айтатын едім. Ал енді қазіргі кезде оны өтірік өйтіп айтудың керегі жоқ. Көп адамдарға абырой түкке тұрмайды. Табыс. Себебі қасында керемет мәнсапты, қолы ұзын, ақшасы бар адам отыратын болса, сол адамның барлығы сөзін сөйлеп, соның алдында өбектеп, жаңағы құртша жорғалап, соның алдында жүгіріп кетеді. Сондықтан бұл сұрақ өте ауыр сұрақ қазіргі кезде. Тіпті біздің қоғамымызда мына адамдар өте беделді, абыройлы адамдар деп айтатын адамдардың мен айта алмаймын. Бір әдеттен бас тарту мүмкіндігі болса, жеке өздеріңіздің бастарыңызда қандай әдеттен бас тартар едіңіздер? Әсет Азаматова. Әдет. Сондай мүмкіндік туындап тұрса, бір әдеттен бас тарту. Қандай әдет? Қандай әдеттен сіз бас тартар едіңіз? Өзіңіздің жеке тұла бойыңыздағы. Енді әдет көп қой, қайсысын айта берсек те, енді бірақ енді көбісінде жалқаулық қой әдет. Жалқаулық. Жалқаулықпен қоштасар едіңіз,
Енді мен Гүлекей. жалқаумын деп айтпаймын өз өзімді. Мен көпке Бірақ айтып жатырмын. шамалы пайыз болса да, Менікі, мысалға, мен өзімнің зардап шеккенім, шегіп келе жатқаным бұл қарызға ақша беру. Бұл да жаман әдет. Өте жаман әдет. Адамның Аяп кету ма, сондай өте дұрыс емес. Содан қазір қатты зардап шегіп отырмын осы қазірдің өзінде. Енді ол керемет бір көп ақша болмаса да, адамға сен адам деп қарап, ол адам түсініп, ол адам соны басқаша істеп кетуі, бұл дегенің масқара. Сосын сен сол адамдарға қарайсың да ойлайсың, олар өздерінің ойып тұрып ортада алып отырған орындары бар, тәрбиелеп отырған балалары бар. Сондай нәрседе мен не былай тартсаң өгіз өледі, былай тартсаң арба сынады, сонымен тілің қысқа. Сол өте менің өмірдегі өте сонымен әп-әдемі қарым-қатынас үзіліп тегедеді. Иә, өте. Сондықтан қазір міне осы тұста айтар едім, ешқашан біреу өліп бара жатса да, ешкімге қарыз бермеңіздер. Дұрыс айтасыз, иә. Жақсы кеңес негізі. Жастарға деген өздеріңіздің тілектеріңізді, ниеттеріңізді айтып өтсеңіздер. Жастарға өсіп келе жатқан болашақ ұрпаққа айтарым менің. Енді біздің қазіргі неміз темамыз енді нашақорлық болып тұр ғой енді. Нашақорлыққа жоламаңыздар, басқа да заң бұзушылыққа жоламаңыздар, заңды бұзбаңыздар. Айтарым, осы жеңіл ақша табудың жолы жоқ. Бұл жерде кішкене мен сізбен пікір таласам, себебі жеңіл ақша табудың жолы өте көп. Себебі жастар қазір, мысалға, маған мына программа көп нәрселерді мен білмеймін. Мүмкіндік көп. Мен жастарға барам, жастар бұны маған жасап бере салады, мен ақшасын төлеймін. Сондықтан мен жастарға айтар едім, игеріңдер. Сұрақ қоюдан еш уақытта ұялмаңыздар. Себебі бізде жастар қазіргі мына өсіп келе жатқан Z, альфа поколениялары, бұлар бізден әлде қайда ақылды. Әлде қайда. Бұлардың Қазақстанды дамытып жіберуіне менің ойымша мына бізден үлкен поколениялар көп кедергі жасаймыз. Сондықтан мен жастарға айтам, сіздердің кінәларыңыздан гөрі үлкен буынның кінәсі өте көп сияқты жастар алдында. Жастарға айтарым, сұрақ қойыңыздар. Полиция қызметкері болсын, ол дәрігер болсын, кім қандай адам болсын, түсінбедіңіздер ма, сұрақ қойыңыздар. Сұрақты жаңағы өтінішпен де жазып қоюларыңызға болады. Барлығына сұрақ қойыңыздар. Ол жаңағы енді ойлайтын жастарға айтам. Ал енді мына бәріміз де ауылдан шықтық, ауылдан келген жастарға айтатыным. Қыздар әсіресе қалаға келдім, бай жігітке тұрмысқа шықтым, ол орыс сериалдарында ғана. Өмірде қазіргі жас жігіттерді менің өзімнің кеңесімде, жас 25-те үйленбеген жігіт, қазіргі жас жігіттер өздеріне жар таңдайтын кезде жарының міндетті түрде білімді, мәдениетті болғанын қалайды егер ойлаған болса. Ал сол үшін жастарға айтатыным, сіздерге ең бастысы жаңағы өздеріңізге дұрыс кумир деп айтама, соны дұрыс таңдай біліңіздер. Мына қазіргі сіздерге біздің сіңіріп жатқан пропагандамен келіп жатқан ана керемет бай өмір, керемет деген адамдардың барлығы қалай жетті ол жетістікке. Мына сахна тұсында жүрген шынымен де беделді, осындай бақытты өмір сүріп жүрген отбасылар өте көп, соны насихаттау керек. Сол мен жастарға айтатыным, біздің жасыл желкен деп салатын болсаңыздар, біздің сайтымызда бәрі бар. Түсінбейтін сұрақтар, немесе сіздер тіпті сондай закладкаға кіріп, документтеріңізді алып қойып, енді сіздер шыға алмай қалған жағдайда да бізге хабарласыңыздар. Біз көмек бере аламыз. Себебі көбінесе олар қақпанға түсіп қалып жатады. Олар закладка екенін білмей кіріп қалып жатады. Біреу ұсынып жатса да, біреу қорқытып жатса да, міндетті түрде хабарласыңыздар, біз көмектесуге дайынбыз. Олай болса, бүгінгі подкастымызды аяқтайық. Әсет Азаматұлы, Гүлекей деп айтсам болады шығар, сіздерге үлкен рахмет, алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңіз үшін. Мәнді де мағыналы сұхбат болды деп ойлаймын. Болашақ бүгінгі күннен басталады дейді. Бүгінгі күннің таңдауынан басталады дейді. Әрқайсымыз таңдау жасаудан жаңылмайық, салауатты өмір салтын сақтайық.
заң мен тәртіпті сақтайық. Келесі Өте дұрыс. шығарылымда кездескенше сау саламат болыңыздар. Үлкен рахмет. Үлкен рахмет.